Барлықтарыңызға сәлем сіздер өмірге мінайдар, қалайсыздар? Короче достар, бүгінгі видеода бізде ешқандай Minecraft видео болмайды. Біз қалай скин жасаймыз деген видео түсіретін боламын мен. Яғни қалай скин жасауға болады, қалай әдемілейміз біз скинімізді қазір көрсететін боламын. Ол үшін бізге скин seed деген приложение керек. Тек қана ол емес, енді скин editor деген бар, тағы басқа приложениелер бар. Бірақ маған ұнайтыны скин seed. Так, в общем, скин seedқа қазір кіретін боламыз. Мына игре. Так, короче, мен достар мына скин жасап қойып едім, мен жақсы тағы скин көрсетейін. В общем, мына жақта осындай зат болады. Егер сіздер скиндеріңіз болса, скинді мына from photo деп басасыздар. Және мына жақта галереяға кіріп, в общем, media файловый менеджер болсын. Любой жақтан жасай береді. PNG скин болса, осындай скин болса болды. Осын бізге скин жасау үшін осындай бір нормально қатсам болады. Бастапқы үшін скиласаңыздар болады. Немесе мынаяқтан үшін толықсаңыздар болады. Өздеріңіз білесіздер. Осын бұл жақта бізде бір ерекшелік қазір шамалай айтатын боламын. В общем, мынаяқтан мынандай ғой. Там поза жасауға болады, мынандай өзіңіз білесіз. Десеңізде мынандай бүйтіп поза жасауға болады. Сол бір жақсысы болса да скин seed'ін бүйтіп поза жасауға болады. Так, келмей қалады екен осындай бүйтіп. В общем, осылай достар, поза жасауға болады бір жағынан. Скинға кіреміз. Осы мына так 3 точканы басамыз. Оң жақ үстіндегі и save the photos деген ол сохранить етіп алу. Қазір тағы бірден, в общем, editке кіргеннен кейін так нәрсеге бітіп жүрейін. Содан кейін бізге так мына үйреп жатыр, мен просто новелден жасап отырмын. Так, содан кейін бізге мына астында үстер тұр. Үстерді біз деген мысалы бүйте аламыз, қараңыздар. Осы бояп те аламыз. Әртүрлі жасыл түстер бар. Осындай. Сосын так, короче, мына осындай нелер бар. Алды, арты, мына оң жағы. Сосын мына үстінде андай кейде енді текстуралар қолдардың көрінбей қалып жатады, өйткені бұл прямой көрсетеді. Яғни алдын көрсетеді, прямой қолдың ішін көрсетпейді там. И астыңғы жағын көрсетпейді. Сол үшін біз қолды басамыз. Қай жақ, сол жақ қолма, осы жақты басамыз, фронт. Сосын мына айналдырып отыр, бәк, қолдың алды, арты, оң жақ, сол жаққа, үсті, асты, осы барлығы бар. Тек қана немес. Короче, бастында бар, үсті, асты, астында бар екен. Осылай достар. Сосын оң жақ астында бізде не бар? Қатсам болады. Түстер өзгертуге болады. Әртүрлі осындай түстер өзгертуге болады. Осындай әртүрлі қара, кішкене қоюға болады. Қызылға қоюға болады. Түстер бүкіл не бар? Түстер бар. Қазір кішкене өзгертіп жүрмін. Осылай. Содан кейін бізде екі ерекшелік бар. Олар өте әдемі қылады, яғни ойыныңызды. Қоймай В общем, осылай болады. Қазір бірден айтып жіберейін. В общем, достар, біздікі айтып сразу. Короче, кіргеннен кейін бізде деген мысалы 3D қазір қарап жүрейік. Осындай болып тұр, ешқандай өзгешілік жоқ. Енді біз үстінде тұрған шляпканы басамыз. Шляпканы басқаннан кейін бізде осындай көрінбей тұруы мүмкін скин. Және осында оң жақта басамыз. Кішкене осыны көрініп тұрады, яғни прозрачный болып почти. Содан кейін бұл бізде не деп сұрайтын шығарсыздар. Бұл бізде почти мынандай болып так, сондай. Бәз көрсететін боламын, бетінен андай заттар қойып жіберейік. Жолға осындай заттар қойып жіберуге болады. Көзінің цветін там осылай. Ондай короче қатсам бір тағы да не қосады ғой. Өзіміздің скинімізға бір қабат бақылай. Короче слой қосады. Жетік салмай жатырмын. Осылай бетпейді. Соғат, енді 3D-ден бастамыз, 3D view деген. Так, мен достар, осылай бізде жасалды. Және достар, бұл бізде бүкіл қолға істеу керек, яғни қараңыздар, осылай слой тұр ғой, слой. Так, міне беті осындай маска сияқты болып қалды, мынандай киім сияқты. Жемпір ұқсатып істей алсаңыздар болады, әрине өте керемет әдемі үйлеседі. Өздеріңізді ойларыңызға байланысты. Сосын бізде деген осындай, короче, бір не оқпады, бір түр оқпады, андай шет жақтары көрініп ше, сол үшін бізде қолдың полный барлығын, яғни көрінбеу үшін полный істеу керек. Енді бұл бізде, яғни қаттым болады.
өзгеше жасады емес, яғни бұл скринтитті бұл өзгеше қойғанда, бірақ бұл екінші орында десек болады, ал бірінші орында бізде өзгеше. В общем, 128-ді 128 яғни қалайтын болады. Duplicate S 128 деп тұр ғой. В общем, соны басамыз. Аны басқаннан кішкене аттар қойып. Так, в общем, достар, жаңа реклама көтөймін. В общем, достар, біз деген 128-ді бастық. Және одан кейін тағы да editті басамыз. Және достар, бізде экран кішкене осындай кішірек кетеді. Біз оны үлкейтіп алсаңыздар болады. В общем, любой затты істесеңіздер болады. Енді бізде достар бір қызығы, қазір көрсетемін. Короче, осы достар. Мана қандай болды, енді қандай. В общем, 128 істеп кетті қандай. Кіші пиксельдер, короче, 4-ке бөлініп кетті. Мана бір пиксельдің андай тұрғы бір-бірден ше, андай біреу әртүрлі, біреу андай мысалға ше. Қазір енді бір пиксельдің өзі қараңдар. Андай. В общем, достар, кішкентай болып кетті, қалайтын болады. Осындай болып кетті қазір. Басқаша қандай істеп алсаңыздар болады. В общем, мысалы мынандай қылып та болады ше. Бұл мен де кішкене осыны достар қиын болады. Бұл да деген 128, яғни кішкене осыны ұзақтау болады. Скинді салу, яғни бірақ енді бұны копировать етіп қойсаңыздар болады. Қазір онда көрсететін боламын. Мысалға сіздерге мысалға бір қолын жасап алдыңыздар. Қазір бір әдемілі жіберейін. Мысалға қара қылайын да, осылай түресін. Бүйтіп қара қылайын. Мысалы мына жерлер киімі қара болсын. Қазір бүйтіп киімі қара болсын да, сосын мына қолы не болсын. Типа ешқандай жаңағы сөйт жоқ. Түресін. В общем, осылай қойылдық. Енді оң жақ қолымыздың үстін басамыз және осыны таңдаймыз. Және таңдағаннан кейін мынау оң жақ астындағы төртбұрыш бар, соны басамыз. Және ең бірінші, онан кішірейтіп алайық. Ең бірінші затты басамыз. В общем, достар, бізде еще неқта пиксельдерді осылай таңдауға болады. Яғни копировать еткеніңіз келген затты аласыз да өзіңіз қалаған жерге қоясыз. Яғни осылай бір пиксельді алсаңыздар болады. Екі, в общем, осылай кете беретін болады. Ал мен бәрін алам. Осын мына жақта сол жақ астындағы затты басамыз. Не осыны копиет деп шығады. Копиет дегеннен кейін бізге үстіндегін басамыз да айналдырамыз. В общем, осы төрт жағына да осы затты қондырамыз. Міне осылай, және оның қасындағын басамыз. В общем, копировать етілді, енді вставить етеміз. Осылай қараңыздар, енді мынау екеуі бірдей, енді мынаны басамыз. Осылай, в общем, осы кейін жасау. Енді өзіңіз ойлансаңызда мынандай әдемі жасауға болады, бір күн арнап. Үстін енді қарамен боя жіберсеңіздер болады. Қара қоямыз, осылай боя жібереміз. Кішкене енді ұзақ уақыт алады, екі есе уақыт алады. Сөздер, біз осылай алдық, енді қол өзгеріп кетті. Осылай скиніңіздерді әдемісіңіздер болады. Так, сосын тағы да сұрына үстінде шляпаны басайық. Осыдан кейін, мысалға кішкене қаралау, ақтау олай, қандай сұрлау ма, осылай қыламыз. И мына қолдың жеңімі қалай, сол жерге үшін бірден қосамыз қазір. Ой, не істемейді. Басылмай тұр. Түсімді қатып қалады что-то. Ема шақ қасты деген ғой жаңа, білмеймін не оқпаған. Так, көршістерінен кішкене сұрға айналдырайық. И осылай жеңін жасаймыз. Так, осының аяқтары кішкене осындай қош жіберейік. Аяқтар жағына қалай. Осындай бірден қош жіберетін боламыз. Так, не өкпеттім. Епшін осылай. Так, осын 3-ді қайды жаңа, 3-ді. Так, пайде болды, 3-ден қараймыз. Так, шляпаны қоспайық. Осын үстеріне 3-ді. Осындай болып тұр. Енді қатты әдемі емес. Енді өзім істеген жоқпын. Ұзақ отырып жасауға болатын еді. Қазір скинді көрсетіп жүрген ұзақ уақыт жасаған. Отырып, бірақ ол достар білмеймін неге екенін, скинді қондырайын деп едім. Өзіме кәдімгідей ұнап қалды. Бірақ что-то білмеймін неге екенін. Достар скин жүктелмей жатыр Майнкрафтқа. Так, қазір көрсететін боламын. В общем, достар бізде осындай скин, жемпір, осындай артына А деген жазуымен, там трикосын, жасыл түс маған былай ұнайды. И солай шашын қараңыздар, өте әдемі болып істеген болатынмын. Бірақ білмеймін неге екенін. Мен скинім яғни Майнкрафтқа жүктелмей жатыр. Былай галереяға жүктелмейді ше достар. Файлдарға жүктеледі, бірақ Майнкрафт қабылдамай жатыр. 128 файл PNG керек дейді. Бірақ PNG емес пе? Сөйлей тұрмын не екенін.
негізі скин жасап қойып едім осындай. Иә достар, ұнаса достар лайк басып түрге кетейік. Рахмет, сау болыңыздар.